орыс ешкім емес. Орысқа құл болу, кету. Орысқа арқа сүйеген, орыстың әскери көмегіне қарап отырған Солтүстік Корея қалай, демократиялық Америкамен одақтасқан Оңтүстік Корея қалай. Солтүстік Корея аштықта, жоқшылықта, ауруда, диктаторлықта, коммунистік режимде бүкіл дүние жүзінен оқшауланған, дәрі жоқ, ақша жоқ, адамдар ауру сырқаудықта, аштықтан, қоректік жетіспеушіліктен миллиондап өліп жатыр. Ал Оңтүстік Корея іріп, шіріп, байып, бір Самсуңы, бір Ресейдің бюджетінен артық болып, Hyundai, LG, жаңағы Samsung, Daewoo деп бүкіл дүниесіне техника, технологиясы дамыған мықты өркендеген ел болып тұр. Екеу. Бұрынғы коммунистік режимдегі Қытай қалай, Америкамен одақтасқан Тайвань қалай. Англиямен одақ болған Гонконг қалай еді, Қытай жаулап алған Гонконг қалай болды. Қараңыздар. Екі Германия 93 жыл бірігуден бұрынғы Советтің әскер тұрған коммунистік идеологиядағы Германия қалай болды, ал батыстың әскер тұрған Германия қалай болды. Екі немістің парқы ұқсамайды. Бір ұлтты екі түрлі жүйе ұқсамаған екі қауымға айналдырды. Біреу ең сапалы ұлт болып қалыптасып қалды, біреу ең сапасы ұлттардың деңгейіне түсіп барып, қайтадан бұрынғы тамырымен қауышты. Израильде Совет одағы елдерінен келген еврейлерді төменшіктеп қарайды. Неге? Оларда орыстардан жұққан өте көп жаман аурулар бар. Олар сол ауруларынан біртіндеп арылуға тырысады. Оны өздерінің әлеуметтік желідегі белсенділері жазады. Орыс қоғамынан жұққан жаман аурулардан арылу қиын екен деп. Совет одағы елінен Германияға көшіп барған неміс, сол қазақтан көшіп барды ғой деймін. Үлкен бір дүмпу қозғаған оқиға болды. Ол ұн шығаратын зауытта жұмыс істейді. Қожайыны камерадан бақылап отырады, сөйтсе, ол күнде бір қап ұнды сумкасына, ұн дегенде анау кішкентай ұн. Қораппен біледі, 2 келе, 3 келелі күндір. Сондай ұн болса керек. Жаңа сумкасына салып, киім, ауыстыратын киіммен бірге алып кетіп жүреді. Соны қожайын аңтан қалады. Ойбай, мынау ұн ұрдайды екен. Мынау масқара, мынау енді жоқшылық қой, иммигрант қой, мынау енді әбден. Содан оның ақшасын өсіреді. Айлығын өсіреді. Қарайды, камерадан қараса, бұл ұрдығын тоқтатпайды. Содан бұл не істейік деп, бұның мәнсабын өсіреді. Мәнсап өскенде автоматты айлығы. Енді елдерге айлығын өсірген болмайды. Содан оны жақсы жоғарылау қызметі қояды. Сөйтсе, ұрдығын қоя ма дейді. Жоқ. Содан оны кәдімгідей одан да жоғары айлық, одан да жоғары мәнсапқа қояды, қара жұмысшыдан. Жоқ, тағы ұрдығын тоқтатпайды. Бұл неғып жетіспейді деп, үйін жаңағы мөлшермен қарайды, табысын есептейді. Сөйтсе, жақсы нормалды. Ешқандай мұқтаждығы жоқ, тіпті оның жағдайы жергілікті немістерден жақсы. Сөйтсе, Совет одағы кезінде ұрдап үйренген. Міне, қандай сана. Бүкіл дүние солай.